Құрметті көрермен, уақытыңыз мүлдем жетпейді ме? Бір іс жасағыңыз келсе, ертең, бүгін, арғы күні деп, әр күнге сұра бересіз бе? Ендеше, күніңізді дұрыс жоспарлау үшін мына 7 кеңесті тыңдаңыз. Мүмкін болса, оятқышсыз ояныңыз. Оятқышпен ояну – стресс. Оятқыш ағзада стресс реакцияларының түзілуіне себеп болады. Одан бас тартып үйрену үшін ұйқыға жұмсайтын уақытты есептеп, уақытылы жатыңыз. Бұл жерде оятқыш деп тұрғанымыз будильник. Әр күніңізді гаджетсіз бастаңыз. WhatsApp'та, Instagram'да немесе басқа да әлеуметтік желіде жауап күтіп тұрған хат міндетті түрде болады. Әлеуметтік желіде оқығың кеп тұратын посттар да самсап тұрады. Бірақ соның орнына 5 тыныс алу жаттығуын, медитация жасауға дағдыланған жөн. Ал егер ерте тұрсаңыз, физикалық жаттығуға, таңғы ас жасауға, Құран оқуға, кітап оқуға, жаяу серуендеуге уақыт арнаңыз. Күнді уақыт блоктарына бөліңіз. Адам бір уақытта бірнеше жұмысты қатар істей алмайды. Істесе де, бұл біз ойлағандай емес. Бір жұмысты тастай сала, екіншісіне ауысып отыру. Бұл адамның жұмыс өнімділігін 40%-ға төмендетіп жібереді. Сондықтан күнді жоспарлағанда, әр жұмысқа толығымен беріліп істейтіндей уақыт бөліңіз. Ол үшін браузердегі артық беттерді жауып, хабарламаларды өшіріп қойыңыз. Осындай уақыт блоктары арасында жауап берілмеген хаттар мен келіп түскен қоңырауларға жауап беруге болады. Спорт пен тамақтану уақытын алдын ала белгілеңіз. Бізде бір шаруаға уақытым жоқ десек, оны өзімізге приоритет санамағанымыз. Адам өзіне энергия беретін нәрседен басқасына уақыт табуға бейім келеді. Уақытылы спортпен шұғылданып, уақытылы тамақтанудың маңызын көбі жете бағалай бермейді. Егер біз клиенттерге, отбасымыз бен достарымызға немесе басқандай нәрселерге уақыт тапсақ, не себепті өзімізге уақыт таппаймыз? Бірнеше шаруаны бірге тындырып тастаңыз. Бір уақытта бірнеше жұмысты қатар істеу әрине зиян. Бірақ бір-біріне кереғар болмайтын шаруалар бар. Мысалы, жақындарыңызбен кездескенде бірге дүкен аралап үлгеруге, достарыңызбен кездескенде бірге спортпен шұғылдануға, үй жинап жүрген кезде аудио кітап тыңдауға, немесе көптен көргіңіз келіп жүрген киноңызды, сериалыңызды көруге. Сонымен қатар, өзіңіз сүйіп тыңдайтын подкасттарды тыңдауға болады. Бұндай шаруаларды бірге тындыру ешқандай кері әсерін бермейді. Керісінше, ісіңізді жақсы атқаруға септігін тигізуі мүмкін. Мысалы, кейбіріміз ыдыс жуғанды жек көрсек, ыдыс жуумен қатар өзіміздің сүйіп тыңдайтын киномызды немесе подкастты тыңдап тұрсақ, ыдысты қалай жуып тастағанымызды өзімізде білмей қаламыз. Ертеңге жоспар құрыңыз. Әр минутты жоспарлаудың қажеті жоқ. Ертең істеуіңіз керек ең негізгі шаруаларды тізіп шығыңыз. Ал егер жоспардағы кейбір нәрсе ұнамаса, Брайан Трейсидің «Бақа жеп ал» кітабындағы қағиданы орындау керек. Автор орындалуы қиын немесе адамға жақпайтын жұмыстарды бақаға теңейді де, алдымен ең үлкен ұсқынсыз бақаны жеп алуға үндейді. Егер қызықты болса, бұл кітапты оқуға кеңес беремін. Ертеңге деген жоспарыңызды қарапайым телефондағы заметкеға ұйықтар алдында жазып жатсаңыз болады. Міндетті түрде дәптерге немесе блокнотқа жазудың қажеті шамалы. Өзіңізге ыңғайлысын тауып, жоспар құрып үйреніңіз. Уақытылы ұйықтаңыз. Ұйқыға қанша уақыт керектігін анықтап алғаннан кейін, қай уақытта оянатыныңызға қарай уақытылы ұйықтап үйреніңіз.
Күнді қалай бастасаңыз, солай аяқтаңыз. Яғни, ешбір гаджетсіз. Құрметті көрермен, бүгінгі тақырып сіздерге пайдалы болды ма? Пайдалы болған болса, өз пікіріңізбен комментарияда бөлісе кетіңіз. Бүгінгі кеңестерімді өз өміріңізде міндетті түрде пайдаланыңыз. Егерде дамығыңыз келсе, арнама жазылып, қоңырауша батырмасын басып, күнделікті видеоларды жібермей қарап отырыңыз. Сіздермен бірге болған Омардың әңгімелері. Алдағы уақытта қандай тақырыпта кеңестер, нақыл сөздер мен әңгімелер тыңдағыңыз келеді? Комментарияда оны да жазып кетсеңіз болады. Келесі кездескенше аман сау болыңыз.